Ассалаумағалейкум, мен көрермендерім деймін бе. Қалайсыңдар? Вот Қарағандыдан шықтық, грузымызды арттық. 3 күн жаттым да Қарағандыда, осы грузды көтіп. Бұйырған әйтеуір. Соны қайтып баратырмыз енді. Қарным ашып тұр енді, қазір қайырдың тамақ ішсек екен деп келе жатырмын. Тамақ ішкен дұрыс па, или роллдың ішкен дұрыс па деп келе жатырмын. Қазір возможность болса жерден тоқтап гуляш жеп аламыз, наверное. Балқашқа шейін айдаймыз, Құдай қаласа. Без остановки. Балқаштан демаламыз. Осындай жаңбыр болайын деп тұрмын. Балқаштан шықтық, шай тамағымызды ішіп Балқаштан шықтық. Тік келетіміз өткен жолында Балқаштан бұлай қарай салқындау болып кетіп Балқашқа дейін. Тереземіздің бәрін жауып алып ек, қайтадан ашып кетіп. Күн әжептәуір жылы. Жетіп алсам, Құдай қаласа. Осы барған кезде коробка майын айырбастап ұстау керек. Құдай білсін қашан айырбасталған. Тасарал деген жерге келдік. Тасарал. Тасарал бұлай қарай 12 километр ма, сондай ауыл. Кішігірім ауыл. Баяғыда бір газельмен келген кезде товар апарған емес жоқ. Тасаралға кеттік. 2 полосалы жол бітті, енді осымен 1 полосаға түсеміз. Саршаған деген жерге келдік. Саршаған. Саршағанның мектебі дәуір. Мектебі жақсы тұр. Мына жерге батут ашып өтті балдарға. Молодцы. Саршаған. Саршаған деген жерде де жатырмыз. Саршағанның мешіті. Саршаған. Қашқан теңізден өтіп кеттік. Енді алдымызда қазір үлкен деген поселок бар. Пирамида. Содан кейін Жамбыл цемент завод. Құдай қаласа соған жақындап қалдық. Күн керемет болып тұр енді. Ыстық та емес, салқын да емес. Бір қалыпты болып тұр ғой. Жақсы болып тұр. Нағыз охотқа шығатын погода болып тұр ғой. Ауға шығатын. Тамақ ішуге Достар кафесіне келдік. Обед. Достар. Мына жағымыз Алматы. Шу, Шымкент, короче.
Мына аяқ жағы Қарағанды Астана. Газельді мінгенсін осындай қылып міну керек әуе прицеппен. Прицеп кішірек екен да, бірақ арты бірақ зор енді. 5 тоннаны алып кететін жер, наверное. 3 тонна, артына 2 тонна, 5 тоннаны алады ғой. Прицеп созса вообще жынды болады екен. Достар кафесінің тамақтың бағалары. Достар кафесінің жаралмасы жақсы. Жеп көргендеріңіз болса айтасыздар, комментарий жазып кетесіздер. Базар жарым тамақ. Бағасы да базар жарым тамақ. Осы бір жаровня 3 теңге. Бір жаровня алдым, бір чай алдым, қазақ болғаннан кейінде чайник чай ішпесек болмайды, басымыз ауырады. Содан кейін бір жаровня, чайник чай, жартылан 4 мың бір бөле теңге болады. Қарны қояды екен. Жолда жүрсеңіздер, көп көрсеңіздер болады. Жаровнясын. Бүгін алдым жаровнясын. Жақсы ас болсын. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі жолы қанша келдіңіз бағын дейміз. Ақсүйектен өтіп кеттім. Жаңбыр жауы себелеп жатыр ғой, жаңбыр жайлап. Ақсүйектен өтті, енді Бурбайт алғашын ғой, қаншан келді кешен енді. Қаласа қаншан келдіге жетіп алсақ. Осы маңайларда елік көп осы Ақсүйектен өткеннен кейін. Елік па, қарақұйрық па. Түнде тура жолдың шетінде жүреді ғой. Міне қаншан келдіге де келдік. Алматыға бір жерден 200 бірдеңедей километр алғашқы. Ал енді мына жерде қаншан келдің, құлағын жеп көргендер болса айтыңыздар. Столовыйда жүргендерсіз. Қаншан келдің. Тиктокта айтып отыр ғой, 11-ші столовый, 8 дейді, 9 дейді. Қайсынікі дұрыс екенін айтып кетіңіздер. Келесі жолы кіріп жеп айтамыз қандай екенін. Одан комментарий жазып айтып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Қаласы Алматыға шешімде қалдан Алматыға жетіп алсақ. Осылар түріктердің столовый ғой. Жететін жаймыз құттаққа. Короче, бауыл бастап кетті ғой ағасында. Жел деген машинаның бір жақ жанына қарай жатқызып тастады ғой таза. Жел деген страшно болып жатыр. Ан жақты вообще шанын қарандар. Масқара дауыл болып жатыр, не болып кетті? Ондай жел қаяқта пайда болып жатыр. Құдай сақтасын. Аман-есен жетіп алайық әйтеуір. Қамбақты қара жүгіріп кетіп жатқан. Жел кәдімгідей ұрып жатыр. Жел болып жатыр. Шаның басына көтерді ғой.